Жоғары аграрлық техникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Болатова Альфия Азаматовна. Бағдарламамен қамтамасыз ету және компьютерлік техниканың операциялық жүйелері пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бағдарламалық жабдықтама. Жоспар. Бірінші, жалпы қолданбалы бағдарламалар, операциялық жүйе, қолданбалы бағдарламалық жабдықтама. Бағдарламалық қамтамасыз ету. Яғни, бұл компьютерде орнату арқылы пайда болады. Тиісті файлдарды дискіге орналастыру. Кейбір жағдайларда бағдарламалық жасақтаманы жаңарту қажет болады. Бұл іс жүзінде бағдарламалық жасақтаманың неғұрлым озық және заманауи нұсқасын қайта орнату. Бағдарламалық жасақтаманы орнату үшін тарату деп атауыңыз керек. Бұл мамандандырылған орнату бағдарламасы. Бағдарламалық қамтамасыз етудің негізі екі түрі бар: жүйе және қолдану. Бірінші нұсқа дербес компьютердің негізгі функциялары бойынша жұмысын қамтамасыз етеді. Яғни, төменгі деңгейдегі есептеу операцияларын бастау, жүктеу және енгізу. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі түрлері операциялық жүйелер. Сондай-ақ компьютердің аппараттық компоненттері мен олардың параметрлерін басқару болып табылады. Бағдарламалық қамтамасыз ету, яғни жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету және бағдарламалау жүйелері деп аталатын, яғни үш топқа жіктеледі. Бағдарламалық жасақтама компьютерде іс жүзінде мағыналы әрекеттер жасалатын бағдарлама. Мысалы, мәтін теру, кестелер салу, сурет салу, интернетті пайдалану және де тағы басқалары. Егер сіз тілді жеңілдететін болсаңыз, ол үшін компьютерге бағдарламалық жасақтамаға арналған жүйелік бағдарламалық жасақтама пайдаланушыға арналған. Қарапайым тілдегі айырмашылықты түсіндірудің тағы бір жолы, ол жүйелік бағдарламалардың жұмысы әдетте көрінбейді. Олар өз функцияларын пайдаланушымен жасырын режимде яғни атқарады. Өз кезегінде пайдаланушының тікелей қатысуымен ғана қолданбалы, яғни бағдарламалық жасақтама табылады. Яғни, пайдаланушының тікелей қатысуымен ғана бағдарламалық жасақтама құралады екен. Жүйелік бағдарламалық жасақтама бұл электронды есептеуіш машинаның барлық ресурстарын басқаруды, пайдаланушымен интерфейсін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдардың жиынтығы. Ал қолданбалы бағдарламалық жасақтама дегеніміз, ол әртүрлі мәселелік аумақтағы қолданбалы есептерді шешуді жасақтайтын жеке қолданбалы бағдарламалар мен қолданбалы кестелерден тұрады. Жүйелік және қолданбалы деп екі топқа бөлдік, яғни бағдарламалық жасақтаманы. Енді осы тоқтала кетсек, жүйелік бағдарламалық жасақтама бұл операциялық жүйелер мен олардың пайдалану интерфейсі және утилиталар, сервистік бағдарламалар, драйверлер жатады. Ал қолданбалы бағдарламалық жасақтамаға жалпы, яғни әмбебап мақсаттағы бағдарламалар, мәселелік бағытталған бағдарламалар және де интегралданған. Енді жалпы мақсаттағы дегеніміз бұл, яғни біздің күнделікті пайдаланып жүрген Microsoft Word, яғни мәтіндік редакторлар, Excel, яғни электрондық кесте, графиктік редакторлар, яғни Photoshop, оқыту және ойын программалары. Ал арнайы мақсаттағы бағдарламалар, бұлар графикалық процессорлар, CorelDRAW, Adobe Photoshop, баспа жүйелері, PageMaker сияқты, видеомонтаж редакторлары, Sony Vegas Pro, аудиомонтаж редакторлары, SoundForge. Операциялық жүйе, Operating System, яғни компьютердің барлық басты әрекеттерін, пернелер тақтасын, экранды, диск жетектерді пайдалануды, сондай-ақ операциялық жүйенің басқару мен іске қосылатын басқа программалардың жұмысын басқаратын, көбінесе тұрақты сақтауыш құрылғыда тұратын машиналық кодта жазылған программа. Ал интерфейс, Enter сөзі өзара, face бет жағы дегенді білдіреді. Яғни программалық жабдықпен жұмыс істейтін адам арасындағы сұхбат жүргізу шарттары мен келісімдер жиынын айтамыз интерфейсте.
Операциялық жүйе негізі екі топқа жіктеуге болады операциялық жүйені, яғни міндетті атқару бойынша және пайдалану бойынша. Міндетті атқару бойынша олар бір міндетті және көп міндетті деп бөлінеді. Пайдалану бойынша, яғни бір адам пайдаланатын немесе бірнеше адам пайдаланатын деп. Енді үйге тапсырма. Сіздерге жаңағы осы кестеде тұрған, яғни сәйкестендіру кестесі, бұнда жаңағы дұрысын не бұрысын сәйкестендіріп жазасыздар.